Осы жоба сөз бен сурет өте уникалды проект болды, жоба болды. Өте уникалды. Енді бұл бұрындай тарихта бізде болған жоқ қой Қазақстанда. Мына екі өнердің басын біріктіріп, жақсы бір синтез дейді ғой, синтез өнерде сондай бір қосынды болды. Сөз бен сурет жобасын қалай не салуы? Баста ештеңе жоқ, ақ қағаз ештеңе жоқ. Сосын жайлап сыза бастадым, сызып көрдім, содан кейін өзіме жаңағыдай бір не айттым. Мынау композициялар дедім, салатын композициялар. Мынау менің салған композициямның дәрежесінен төмен болмау керек дедім. Ең жақсы көретін бір композициямды алып қарадым, мынау жұмыс дедім. Осыдан төмен болмау керек дедім. Суретші ретінде сол жаңа концепцияға ұлы дала кардиограммасы деген негізі ат қойдым да. Сол кардиограмма дегенде біз ұлы көк түрік бабаларымыздың бұрынғы тұран дәуірінен бері қазір күнге дейін қандай неден кешті, өтті деген сияқты. Енді мына жүректің кардиограммасы болады, бүйтіп соғып тұрады ғой. Сол сияқты менде мына жерде линия өтеді. Әр суреттен бір суретке ауысып кете береді. Сол жаңа рухтың түскені, көтерілгені деген сөйтіп неғып атқан өмірдің өз заңына сондай бір байланысып кетіп отыр ғой. Суретші мен ақындар өмірде көп араласпайды. Өте сирек бір-біріміз даже танымаймыз да, оқымаймыз да, жасыратын түгі жоқ. Енді бұл жерде суретші мен ақын бір-бірін түсініп, бір нені алып шығып отыр ғой, былайша айтқанда. Суретшіні алып шығып отыр да, ақын алып шығып отыр, негізі. Ол сурет адам көзбен көрген сайын ішкі жан дүниесін тәрбиелейді. Тілге де байланысты, рухқа да байланысты. Ол жас балалар көреді ғой мысалы. Ананың ішімен жүрегімен түсінеді. Сөйтеді ол байиды, рухани байиды. Рухани байыған сайын ол өзінің ұлттық намысы күшейді. Қазір осыдан кейін басқа бір форма іздеу керек сияқты маған. Реализмнан сәл кетіп, абстракцияға маған сол ешкім көрмеген сондай жұмыстар істегім келеді. Өзім де көрмеген, ешкім көрмеген.